Ассаламағалейкум, армысыздар, дәулетті оқырмандарым. Жақсы естіліп, жақсы көрініп тұрмын ба? Мен жерде отырмын ғой. Жерде отырып сіздермен бірге бір-екі рет жақсы көрініп тұрған болсам, жақсы естіліп тұрған болсам, маған қосу белгісін қоя келсеңіздер. Сонымен қатар қоятын сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарыңызға жауап беріп, еркін отырып бір әңгіме дүкенін құрып, Басеке кеш жарық дейді, алтын ұстазым дейді. Жанка, сәлем, қалайсың? Денсаулығың қалай? Отбасы, бала шағаң аман ба? Жұмысың, кәсібің қалай жүріп жатыр ма? Массаждарды жасап, оқытып жатырсың ба? Қазақ еліндегі шәкірттеріме және де оқырмандарыма, дәулетті оқырмандарыма дұғай сәлем. Жақсы естіліп тұрған болса болды. Жақсы көрініп, жақсы естіліп тұрған болсам болды. Мен жерде отырмын, телефонымды төсектің үстіне қойып қойдым. Айбошка мен отыратын жерге отырып алған. Жоқ, Айбошка, сен көрініп тұрған жоқсың. Көрінген жоқсың. Кеш жарық дейді. Сіздерменен жай әңгімелесейін деп шампундарды сұрап жатқан қыз-келіншектер бар екен. Шампунның бағасы қанша деп сұрап жатқан қыз-келіншектер бар екен. Сонымен қатар мен қолдандым, ешқандай пайдасын көрмедім деген қыз-келіншектер бар екен. Соларға әңгіме дүкенін құрайын деп шығып отырмын. Мен қазір Қырғыз елінде тұрмын. Қырғыз елінде қонақ үйде отырмын. Балам екеуміз ертең футбол жарысына келген болатынбыз. Ертең Алла қаласа, ертең кешке жақын Қырғыз елінде футбол жарысы болады, әлемдік. Соларды көріп, жарысқа қатысып, Алла қаласа бүрсі күні қайтып, оның ар күні 1 сентябрь күні таңертең 7:30-да бисмиллахир-рахманир-рахим деп 18 қызды оқуға келетін, 18 қызға массажымды үйретемін. Сұлу қызым, қалайсың? Ақтөбеден апаң менмін ғой дейді. Тәтешка, денсаулығыңыз қалай? Жақсысыз ба? Аман есенсіз ба? Жақсы жүріп жатырсыз ба? Сәлем, Нүйра ханым дейді. Сәлем, қыздар, қалайсыздар, дәулетті оқырмандарым? Еркін әңгіме дүкені болсын, сұрақтарыңыз, көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, маған қоя отырсаңыздар болады. Мен сіздерге жауап берем. Мен сабақ өткен кезде сіздердің сұрақтарыңызға жауап бере алмаймын. Мен көбінде өзімнің массажымның пайдасы туралы көбірек тоқталамын. Енді қазір тікелей эфирде өзіміз еркін әңгіме дүкенін құрайық деп отырған жайым бар. Сол үшін сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар. Айгүл ханым, Жантошка, оқытып жатырсың ба? Молодец, жарайсың. Өркенің өсе берсін, дами бер, өрлей бер. Әрбір қыз-келіншектердің бай болған, дәулетті болғанын, жыламағанын қалаймын. Нүйра ханым, сізде массаж үйрену арман болды ғой дейді. Түк арман еш нәрсе жоқ, қолыңыз жетеді ғой. Арман десеңіз өмір бойы жете алмай кетесіз. Мен сізде массаж үйренгенді қалаймын деңіз. Қалаймын десеңіз, ертең ақ келесіз. Сонымен жан дүниеңізбен беріліп қалаңыз. Бүкіл жан дүниеңізбенен сезініп тұрып, Мүнира ханым, мен сізден массаж үйренуді қалап тұрмын деп жан дүниеңізбен қалаған кезде, ол бір жерден сізге мүмкіндік табылады. Ақша да келеді, уақыт та табылады деген сөз. Арманым демей қойыңыздар, қалауым деңіздер. Менің қалайтын затым, менің қалауым деп айтсаңыздар, өте тез орындалады. Негізі арман деген дұрыс емес. Жақсы, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Қандай сұрақтар бар? Сіздің массаж арқылы омыртқамды түзетуге бола ма дейді. Анамның 7-ші омыртқасында қисық дейді. Анаңыздың қисық омыртқасы емес, Құдай өзі сақтасын, сынып қалған омыртқасында түзетіп алам деген анаңыздың өзінің бір қалауы болу керек. Анаңыздың омыртқасы сіз емдей алмайсыз. Анаңыз өзі хабарласын, содан кейін өзі біздің орталыққа келсін. Сіз өзіңіздің денеңіз әдемі, өзіңіз керемет болсаңыз болды. Енді анаңызға жаныңыз ашқан ол дұрыс қой. Бірақ та дей тұрған мен, анаңыздың өзі қабылдағысы келмесе, сен айтқаныңмен бәрібір ол кісі емделмейді. Ауырған адам өзі қалау керек, емделіп аяғымнан тік тұрам деген нәрсені өзі қалау керек. Сол кезде барып ол кісіге массажда, нүктеде барлығы көмектеседі.
Астанада сіздің шәкіртіңіз бар ма? Массажға барғым келді дейді. Астанада шәкіртіңіз бар ма деп, Шымкентте шәкіртіңіз бар ма деп менен өте көп адамдар сұрайды. Қыздар, Қажетмет массаж орталығынан оқып шыққан қыздар, қайда қарап жүрсіздер? Мен сіздерге оқуды оқып бітіріп кетіп бара жатқан кезде сіздерге не деп айттым? Мен Астана қаласындағы Мүнира ханымның шәкірті боламын деп телефон нөмірлеріңді жазып отырыңдар. Мен әрқайсыңның телефондарыңды клиенттерге беретінге менде уақыт болмайды деп айттым ғой қыздар. Сол үшін Қажетметтен мына тікелей эфирімді көріп отырған қыздар болсаңыздар, және де көрмей қалған қыздар болсаңыздар, бір-бірлеріңізге құлақ қағыс етіп, осы тікелей эфир біткеннен кейін Астана қаласындағы, Шымкент қаласында, Тараз қаласындағы шәкірттерім нөмірлеріңізді қалдырыңыздар. Алматы қаласындағы шәкірттерім болса да нөмірлеріңізді қалдырыңыздар. Қай қалада екендеріңізді, аты жөндеріңізді, телефон нөмірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Менің оқырмандарым сіздерге қарап, сіздердің нөмірлеріңізді алып хабарласып барады. Енді менің оқырмандарыма айтатын бір өтінішім, кімде-кім мен Мүнира ханымнан оқып шыққан шәкірті болам деп сізді массажға шақыратын болса, сіз ол қыз баланың қолындағы мен берген қызыл тефлонға қараңыз. Мүнира деген менің қол таңбам болса, Қажетмет массаж орталығы деген менің мөрім болса ғана жасатыңыз. Егер ондай нәрсе болмай, басқа жақтан келген шәкірттер болса, онда мен білмеймін. Мен жасатпа деп айтпаймын, білмеймін. Сол үшін қолындағы тефлондарын тексеріп алып, барып одан кейін жасасаңыздар демекшімін. Жақсы сұрақтарыңыз болса, және де қоя отырыңыздар. Массаждан да бөлек жеке тұлғадағы сұрақтарыңыз болса да, мен жауап беруге әзірмін. Бүгін Қырғыз елінде бүгін қыдырдық, табиғаттарына шығып, табиғаттарын көрдім. Мен қырғыз ағайындарға риза болдым. Керемет екен, өте керемет екен. Қаланың тазалығы енді мүмкін 31 мерекесі болғандықтан тап-таза қойған шығар, енді білмеймін. Мүмкін күнде солай ма екен? Осы жерде отырған қырғыз ағайындар болса, сіздердің тазалықтарыңыз күнде осындай тап-таза ма, әйнектей қалаларын аралап көрдім, бір мұсыр тауып алған жоқпын. Енді қаладан бөлек тау жаққа бардық біз. Тау жаққа барғанда енді табиғатты қорғаулары маған ерекше ұнады. Табиғатты аялағандары, және де тазалықтары, содан кейін ағаштарды күткендер. Бір құрғап, өліп қалған ағаштың мүсінін көрген жоқпын. Барлығы жап-жасыл болып тұр. Сарғайғаны сарғайып, қызарғаны қызарып, енді күз болды ғой, қалыпты жағдай. Бірақ анандай қурап қалған, жылдары өлгеніне жылдар болған, қурап қалған ағашты көрген жоқпын. Ондай ағаштар болған болуы мүмкін. Бірақ алып, дер кезінде алып, тазалап, орнына жаңа шыбықтарды отырғызғаны көрініп тұр. Сондай жер ананы, табиғатты қорғағандары маған ерекше ұнақ қалды. Мен өзім негізі тазалық, сондай табиғатқа жақындау адам болғандықтан ба, сол жағына ерекше қарадым. Мен қандай мемлекетке барсам да, бірінші сол табиғатына қараймын. Андай биік зәулім үйлеріне қызықпайды екен. Тамақтары менен сондай табиғатына қарайды екен. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бетке жағаты набор бар ма? Ретпен алуға бола ма дейді. Әрине бар. Ретпен алуға болады 3 айға бөліп төлеуге. Ол үшін 8-747 495-74-89 нөміріне менің WhatsApp-ыма қосылып, менің сол нөмірімде кәсіби кодым бар. Маған WhatsApp-ыма өзіңіздің нөміріңізді жіберсеңіз болды, мен сізге достық жіберем. Сонымен мен сізге кәсіби ретпен алып берем, 3 айға бөліп төлейді. 25.400 теңге тұрады ғой набор. 3 айға бөліп төлейсіз. Бірақ көп ақша емес қой. Өзіңіз жан тәніңізбенен сезініп отырып, сол наборды маған қызым, не болмаса досым сыйлыққа береді деп сезініңізші. Сол кезде сізге біреу сыйлыққа подарок етеді. Солай алуға да болады. 747 495 74 89. Айбош, балам не істеген жасың? Телефонды зарядтап алдың ба? Болды ма? Неден тез? Қарның ашқан жоқ па балам?
Қарның ашса екінші этажына шығып тамақ жейік. Мен ғой, мамам ғой жемейді. Мен айран ішіп алдым. Айрандар дәмді екен. Балам ертеңге қанша адам келеді жарысқа? Қай елден келеді? Ертеңгі болатын жарыстар дейді. Сондай жақсы көресің ба? Не жанымсыз. Құдай берген алтыным ғой. Құдайға мыңда бір рахмет айтам. Бұрында мен кішкене күнімде бір апаның бір 9 ұлы болған, Қытайда жүргенде. Сол 9 ұлының, енді ер балдар тамақты көп жейді ғой. Сол кезде бәріміз кішкенеміз, бір ұлы менімен жасты болатын. Тандырған нан жауады апа. Тандырған нанды жауып, нанды тандырдан алып шыққанға дейін 9 ұл 9 жақтап жеп қояды, нан бітіп кетеді. Содан дәу қазанға көже жасайды. Көжеден ана басына құйып, мына басына келгенше көже бітіп кетіп өзі аш қалатын. Содан ұлдарын сондай жапанмен оқытты ғой сол апа. Содан үлкейген кезде әр ұлы әр жаққа кетіп қалды. Біреу де шешесіне қарайласқан жоқ. Мен кішкене күнімде сол кісі көз алдымда болған ғой. Сол кезде сол кісінің бір 78 жасқа келіп бір отырып, мен осы елімізден бір Қытайға бір барып қалдым. Қай жылдар бір барқасам, ол кезде менің әжем қайтыс болмаған. Әжем 90 нешеде. Ана кісі сол 80-дерге таяп қалды ғой деймін сол кезде. Сол кезде әжем айтты, жылап отырған, жаныма аш кеткен. 9 ұлымның болғанын қайтейін, 9 қатындан 9 жаққа кетті. Біреуінен қайыры жоқ деп. Бір жас кезінен бейнет көріп, солардың бәрін бағып өсіріп еді. Құдай өзі сақтасын деймін. Сонда мен ойлайтым, ой деп. Сол үшін балама ақыл берсін, дана берсін, сана берсін деп Алладан тілеймін. Жалғыз ұлың болса да 10 ұлға татитын болса, сана берсе 10 ұлға татитын бір ұлың болады. Кей кезде сондайларды көрсең жаның ашып кетеді. Так, және де ары қарай жалғастыра береміз. Бұл өзімнің жеке пікірім. Менің пікіріме қосыламын десеңіздер, қосылмаймын десеңіздер де өздеріңіздің пікірлеріңізді төменге жазып отырсаңыздар болады. 21-ден 55 кетті, 10 болды. Ұйқымыз шайдай ашылып кетті. Жаным сол. Сол кісіге айтамын деп ұмытып кеттім. Маған звондайтынның алдында тікелей эфирге бір қарап жіберіп, одан кейін барып маған звонда деп айтайын деп. Мен сізді жақсы көремін, дұрыс айтасыз дейді. Мен де сіздерді жақсы көремін. Алла тағалам әрбір баламызға сана берсін. Сұлулығыңыздың несі дейсіз? Түсінбедім. Ат жағын түсінбей қалдым. Сұлулығыңыздың сыры дейсіз ба? Қарсы алдыңда отырған адамды сұлу ретінде көрсең, ол сізде сұлусыз деген сөз ғой. Сұлу адамды көреді. Сізде сұлусыз. Сіздің де менен еш жеріңіз кем емес қой. Одан кейін сұлу болудың және де құпиясы өзіне жақындай түсу керек. Өзін жақын тану керек. Мысалы, мен Мүнира болсам, мен Мүнира кім? Мүнираның мінезі қандай? Мүнираға не керек? Мүнира ренжісі келгенде ренжиді. Мен ренжіп, қатты ашуланғым келген кезде мен оны ішіме бүгіп алмайды екем. Мінезімді көрсетем кәдімгідей. Деп. Қуанғым келген кезде мен қуанам. Күлем кәдімгідей қуанып. Содан кейін тамсанған кезде тамсан алам. Ай, не деген күшті, не деген керемет деп. Жан, қалайсыз? Жаным сол. Жаны, менің асқар тауым, қорғаным. Бүгін барлық жерді араладық қой, Айбөш екеуміз. Балаңыз екеуміз барлық жерді аралап, қыдырып, тауларына барып, түсте дәмді тамақтарын жеп, соған сағат 7-лерде келдік. Соң қонақ үйде отырмыз. Жаңа 7-де келіп, бір жарты сағат көз іліп алдым. Содан тікелей эфирге шығып, халқыммен сөйлесіп қояйыншы, не істеп жатыр екен менің халқым, менің дәулетті оқырмандарым деп. Балам ар жақта, баламыз. Ертең жарыс көретін болып қуанып жатыр ғой ол. Мінезіңіз ұнайды дейді. Енді менің мінезім ұнаса, ол мендегі мінез сізде де бар деген сөз. Мен
менде жалған маска жоқ бетімде. Мен қалай бармын солаймын. Мен бетіме маска тағып алмайды екенмін. Ана әйелді көргенде былай сөйлеп, мына әйелді көргенде былай сөйлеп, оны қазақша екі жүзді дейді. Екі жүзді әйел емес екенмін. Қуансам қуанғанымды көрсетемін, ренжісем ренжігенімді көрсетемін, қайғырсам қайғырғанымды көрсетемін, жетістікке жетіп жатсам оны да көрсете аламын. Сондай шынайымын. Шынайсыз дейді. Маған ұнайды шынайсыз дейді. Сондай шынай. Өмірде шынайы болып өссеңіздер бар ғой, тез қартаймайсыздар. Бетке әжім тез түспейді. Содан кейін жүрекке салмақ түспейді. Одан кейін бауырыңыз езілмейді. Шынайы болсаңыз. Егерде шынайы болмай, өтіріктен жалған бірдемелерді жасап жүретін болсаңыз, күндердің күнінде сол жалған нәрсеңізге өзіңіз шашалып қаласыз, қақалып қаласыз, жөтеліп қаласыз. Содан кейін аллергия болып қалады. Аллергияның көбі сол жалған өмірден келеді ғой. Өтірік жалған өмір сүреді көп адамдар. Жалған сөйлеп, өтірік сөйлеп. Кейбір адамдарға мен қарап тұрамын, өтірік сөйлеп тұрғаны бетінен, өтірік сөйлегені бетінен көрініп тұрады, бақырайып. Адамның бар ғой, көз деген адамның айнасы. Өтірік сөйлеген адамның көзіне қарап, көзінің жанарына қарап тұрсам бар ғой, көз өтірік сөйлей алмайды. Оның ойы өтірікті айтады, содан кейін аузы сапылдап, өтірікті бері қарай шығарып береді. Бірақ көзіне қарасаң бар ғой, көз өтірік сөйлей алмайды. Көзі бар ғой, өтірік сөйлегенін айтып тұрады. Өздеріңіз өтірік сөйлейтін адамдардың көзіне қараңыздаршы, байқап қоясыздар. Мен бір өтірік сөйлейтін бір адамдарды жақсы танимын. Осы айналамда жүреді. Сапылдап өтірік сөйлегенде бір ғой, аузына тимей өтірік сөйлейді. Көзіне қарап қалам ғой мен. Ой Алла, сонша неменеге өтірік сөйлейді екен деп. Бірақ ол адамда өзінің өтірік сөйлейтінін білмейді. Оның әдетіне айналып кеткен ғой. Бірақ ол өтірік сөйлеу сол адамды қайда апарады, көрге тығады. Жұмысы жүрмейді. Адамдармен берекесі болмайды. Содан кейін күндердің күнінде бір ауру болады ол адам. Сол үшін бұл өмірде жалған маска тағып алып, жалған бірдемелерді қуудың керегі жоқ. Көз ойнап кетеді өтірікшінің дейді. Енді көзде ойнап кетпейді, көз айтып тұрады, мынау өтірік сөйлеп жатыр, менің ием өтірік сөйлеп жатыр деп көз айтып береді. Мира ханым, жасыңызды білгім кеп барады дейді. Жасым 50-де қыздар. Керемет данышпансыз дейді. Ой, рахмет, асыра сілтеп еттіңіз ғой. Енді Құдайдың құдіреті ғой. Алла тағаламның құдіреті, бойыма берген бір дарыны, қасиеті. Алла тағалам берді оны. Өзім жасаған жоқпын. Өзім еш нәрсе жасамадым, қыздар. Менің бойымнан артық нәрсе көріп тұрған болсаңыз, ол сіздің де бойыңызда бар қасиет, және де барлығын беруші Алла тағалам, және де өзіміздің іс жағымыздағы күшіміз, энергиямыз. Менің айфоным анда-санда тоқтап, тоқта қалады да, төңкеріліп қалады да, тоқта қалады. Ол неден не, қыздар? Төңкеріліп қалады. Менің асылым, жүрегім деп, менің байым мені мақтап жатыр. Жаным сол. Алтыным, менің қорғанымсың ғой, қорғаным. Осы жан, мен сізді ерекше жақсы көрем ғой. Бірінші Алла тағаланы жақсы көрем. Алладан асып кете алмаймыз барлығымыз, Құдайға шүкір. Алланы жақсы көрем. Алладан кейінгі жақсы көретінім сіз бен менің айбарым ғой. Екеуіңізді жер бетінде ерекше жақсы көрем. Ғашықпын сізге. Сізге қатты қызғамын дейді. Жаным сол. Рахмет. Маған қызығып қарап отырған болсаңыз, онда менің бойымдағы бар қасиет сізде де бар деген сөз. Сізде талпына беріңіз. Менің қай жеріме қызығасыз? Массаж жасағаныма қызығасыз ба? Онда сізде де маған дереу келіңіз да, массажды үйреніп алыңыз да, ары қарай дамыта беріңіз. Массажды үйрену сіздердің қолдарыңыздан келеді. Массаждың мен методикасын, техникасын, содан кейін жаңағы бір құпиялар бар. Жаңа мен бір тәтелерді жылатып жасап жатырмын ғой. Сол массаж, құпия массаждар. Соларды үйретемін ғой, қыздар. Үйреніп алыңыздаршы. Өнерлі әйел жер шарының қай жеріне барса да аш қалмайды, қыздар. Мен де елдің көңіліне қараймын дейді. Жоқ. Қарайтын адамның көңіліне қараңыз. Кім көрінгеннің көңіліне қарай бермеңіз, уақытыңызды сіреп қылып. Қырғызстаннан барсақ болады ма дейді. Ой, Қырғызстан менен Қазақстан екеуі жақын екен ғой. Мен қартаған неге қарамағам. Осы күнге дейін мен ойыма алданып кеттім ғой. Осы ой деген адамды құртады, қыздар, ой деген адамды құртады ғой. Бір ой деген бір жақсы нәрсені ойлатпайды ғой, қыздар,
мен картага да карамаппын. Кыргызстан десе бир алыс бир жер экен деп, Кыргызстан деп ойласам оюм айтады ол алыс деп. Содан алыс экен деп ойласам мына турган Чымкенттен де жакын жер экен го, Кудайым ау. Онусу чек арадан өткөндө төк кыйындыгы жок экен ғой. Удостоверениеңди гана көрөт экен, болду депти. Мазаңды да алмайт экен, эч нерсеңди текшерип. Тура чечимдин төркүнүмө келген сыяктуу келе салдым ғой. Сонан кийин адамдар кыйын мейирбан болот экен. Мен кыргыз калкы мынандай мейирбан деп ойлоп көрмөкмүн. Тура ийилип салем берип, сомкаларыбызды көтөрүп киргизип салып дегендей. Онан кийин сөздөрүбүз да окшойт экен ғой. Ойга минип алабыз да, ойга ой деген биздин нокта ой, биздин оюбуз бар ғой, бизди нокталап минип апты кәдимгидей. Минип алып бирдеме жасайык десек, анау кыйын, мынау кыйын, айтсаң болмайды, бүйтсөң болмайды, оны аналар гана жасайды, сен жасай алмайсың деп ой деген бизди минип апты деген. Сол ойду бар ғой. Сол ойду биз енді биз минип алуубуз керек болуп тур. Кеш жарык Мунира устазым дейді, бизге купуя массажды неше теңгемен үйрөтөсүз дейді. Кудайым ау, сол 130 000 теңге ғой. Көңүлдөрүңүзгө карап, әлі келе жатырмын, 5 жыл болду, 130 000. Менин шакирттерим жана жанкалар 200-300 000 окутуп жатыр. Казак кыргыз бир тууган дейді. Окшойт экенбиз, окшос экенбиз. Бирок бул кишилер тазалыкка ерекше карайт экен енді. Біз енді биздин элибизде тазалыкка ончо карамайбыз, табигатты ончо коргомойбуз. Моюндайык кателигибизди, моюндайык. Кайырлы түн дейді. 145 адам отур. Менин азыр телефонум төңкөрүлүп калмай турган кезде маңызды сурактарыңызды коюп алыңыздар. Ата билбейм неге экенин, төңкөрүлүп кала берет, кайта косуп алам, кайта төңкөрүлөт, кайта косуп алам. Мазам кетти. Мен де ол да төңкөрүлө берет, мен де кайтадан косуп алам. Ол да коймойт, мен де коймойм айтып. Экөөбүз де бири-бирибизди коймойбуз ғой деп. Кыргыз казак бир тууган деп кыргыз агайындар косулуп отур. Молодец. Мен унатып калдым кыргыздарды. Жакшы экенсиздер. Тазалыкта өтө жакшы карайт экенсиздер. Унады мага. Онан кийин сиздер мага жакын экенсиздер. Мен сиздерге бери карай келгенче, сиздер мага бара салсаңыздар болот экен. Чек арадан виза ашпайт экен, паспортпен өтө салат экен. Содан кийин Кыргызстандан чыга салган кезде, Бишкектен чыга салган кезде Асыл-Арман, Алматы ЖК Асыл-Арман жолдун боюнда сиздер мага келсеңиздер ыңгайлуу экен. Мен ана төсөктөрүмдү көтөрүп ар бери жүгүрмөй ак коюн, сиздер мага келе салсаңыздар болот экен. Кытайга бармайсыз ба? Сиз кай улутсуз дейт. Мен Найман деген улутпун. Казакмын ғой, мен казак. Казак Найманмын. Кытайга ба? Кытайга 1 сентябрь окутам, Алла кааласа 10 сентябрь битет. Сол 10 сентябрь битсе, сол сентябрлердин ортасында барып келейинчи, Алла кааласа. Күйөөдөн уруксат сурайбыз. Күйөөбүз уруксат берсе барып келебиз. Мунира ханым, салематсызбы дейт. Мен де каалаймын сизден массаж үйрөнүүдү дейт. Жандарым сол. Каалооларыңыз кабыл болсун. Алла тағалам. Алма атага бардыңыз ба дейт. Олга жер дейт. Салематсызбы устазым, менин алтындай жаркырайтын жүрө бериңиз. Менин салематсызбы алтын устазым, алтындай жаркырап жүрө бериңиз дейт. Алла разы болсун сизге дейт. Окуп кеткен шакирттерим, жолдарың калай, жолдарың болуп жатырма, массаж жасап жатсыңдар ма, клиент кабылдап жатсыңдар ма, салон ачып жатсыңдар ма? Курдас калайсыз дейт. Ренжиштен калай кутулууга болот дейт. Кара кыздар, кимге ренжип жүрсүң жаным? Айтчы, кимге ренжип жүрсүң? Ренжигениңе канча убакыт болду? Кыркүйөктө окууга бир орун барма дейт. 8747 495 74 89 нөмүрүнө WhatsAppка кат калдырыңыз. Найман десе жүрөгүм жылып кетет дейді. Бас массажын үйрөнгүм келди. Бастык массажын үйрөнгүм келди дейді. Бастык массажын үйрөнөсүз да, жакшы жасайсыз. Бастык массажын үйрөнүп алатын болсаңыздар, мый клеткасын жандандырып турасыздар. Содан кийин бас массажын көп жасататын адамдарда уйкусуздук ауру болмойт. Содан кийин эсте сактоо кабилети жакшы болот. Одан кийин жагындай кайта ашууланууга, ренжүүгө өзүнө уруксат бермейди. Өйткөнү бас деген истеп турган адамдын көп адамга ренжимейди. Кыздар, мен бир адамга ренжи берем, не истесем болот деген кызга жооп берейинчи. Сиз ренжип жүргөн адам бар ғой, ким ол? Ер адам ба, айыл адам ба, жеңгең ба, жок сени тастап кетип Кудай узатасын, кетип калган байың ба, ким ол сен ренжип жүргөн адам? Сен ренжип жүрсүң да, сен өмүрүңдү боска өткүзүп жүрсүң.
босқа өткізіп жүрсің. Ойбай, Айгүл маған егер сенің жеңгең болса, егер сенің кетіп қалған байың болса, мысалы, сенің ренжіп жүргеніңді ол сезбейді. Ойбой, Айгүл маған ренжіп жүр екен ғой, обал болды ғой, енді қайтсем болады деп сен туралы ол ойламайды да. Тіпті сені ұмытып кетті ол баяғыда. Ал сен жүрсің өкпеңді құшақтап алып, ренжу деген адамдарға үлкен ауруларды алып келеді ғой. Адамның денесінде рак клетка өмір сүреді, қыздар, рак клеткасы. Бірақ ол рак клетка қозбайды. Еш уақытта қозбайды, адаммен бірге өмір сүріп жүре береді, қыздар. Бірақ ол клетка адамның ол рак клеткасы қозудың жолдарын, мүмкіндігін іздейді. Қыздар, егер сен қатты ренжіп, біреуге ренжіп жүре бердің дейді. Әсіресе әйел адамдар көп ренжігенде мына омырау рак клеткасы, омырау ауру боқылады, рак боқылады, өңеш рак боқылады. Одан кейін әйелдер жатыр рак боқылады. Құдай өзі сақтасын. Құдай оның бетін арғысын, Құдай тағалам. Құдай сақтасын. Жақсы сөз сөйлейікші, мына ренжіп отырған қызға айтып отырғаным. Сөйтіп ренжіп жүріп бір күні сол үшеуінің біреуін пайда етесің денеңе. Жаңа сен сондай ренжіген кезде жаңа клеткалар оянады бүйтіп. Оянып мүмкіндік іздейді. Ойбой, мынау Айгүл ренжіп жатыр екен ғой деп барады да чап етіп сенің бірден маткаңа барып жабысады да сол жерден саған жаңағы ауруды пайда етіп жасап береді. Сол саған керек па? Ренжіп жүрген қаным? Керек па сол саған? Не керегі бар? Ертең ауырсаң деген тіпті де көп күш керек, көп қаражат керек. Тіпті Құдай сақтасын, бәрі жан-жағыңа, тіпті сен ауырған кезде ешкімге керексіз болып қаласың. Сол үшін қайтесіздер, біздің елімізде психологтар да көп қой, қазір қоғам дамып жатыр ғой, қыздар. Инстаграм парақшаға кірсеңдер, небір мықты психологтар шығып жатыр. Соларға барып тазаланыңыздар, сеанс алыңыздар, тазаланыңыздар, жуыныңыздар, ренжу деген нәрсемен қош айтысыңыздар. Ол сіздерге жақсылық әкелмейтінін біліңіздер, сезініңіздер. Ренжу деген бізге еш уақытта жақсылық әкелмейді, жамандық қана әкеледі. Сол үшін Құдай өзі сақтасын. Осы тікелей эфирден кейіннен бастап, қыздар, ханшайымдар, ханымдар, менің парақшамда отырған дәулетті оқырмандарым, қыздар, мен не үшін сіздерге ассалаумағалейкум, армысыздар менің дәулетті оқырмандарым деп айтамын. Өйткені бар ғой, жақсы сөз жарым ырыс деген. Жақсы ой да жақсы. Жақсы ой сені алға қарай жетелейді. Жаман ой, жаңағы реніш, өкпе, ыза, кек деген нәрселер сені көрге тығып барып тынады. Соны білген саналы адам қайтеді, қой айналайын, қой орнымнан түрегелейін. Ол саған ренішті кім әкеп беріп отыр білесің ба? Ойың, ой, ренжі Айгүл. Ой, ренжі Айгүл, ренжі деп ол ой сені алдап отыр. Сол үшін Айгүл болсаң, кім атыңыз кім болсаңыз, жаным, сол орныңнан түрегеліп, сілкініп жіберіп, терең деміңді алып, деміңді шығарып, мысалы, қолыңды бүйтіп көтер, қолыңды көтер да, терең дем ал да, деміңді шығарған кезде, ха деп міне жеріңде ұр да, қолыңды төменге қарай сілкі, және де көтер да, деміңді ал да, ха деп айғайлап, мен әзір жерде отырмын да, түрегеліп тұрып көрсетіп берсең жақсы болар еді. Ха деп барынша айғайла. Содан кейін екі қолыңды былай бір-біріне келтір да, мынау бас бармақты былай ұстап тұрып, мына желкеміздің тура міне жерінде бір үлкен нүктеміз бар. Сол нүктені былай ұрып, деп, ешкім жоқ жерде, бір аулада бола ма, бір адам жоқ жерде сіздің айғайлағаныңызға кедергі болмайтын бір жерге барып, елімізде тауға бар, өзеннің жағасына бар да, осы жаттығуларды жасап, айғайлап, төңкеріліп кетті. Айғайлап, бажылдап, чыңғырып, жылап тастады. Содан кейін ыстық душ қабылдап, содан кейін өзіңді аймалап, бүкіл жеріңе сабын жағып, сабынның иісі жақсы болсын, жақсы иістегі сабынды жағып, бүкіл денеңді, бүкіл тәніңді уқалап, массаж жасап, жуып, өзіңді аймалап, ыстық суға әтіргүлдерді сеуіп жіберіп, соның ішінде жатып, өзіңнің ұнатып жейтін тортыңды, или болмаса ұнатып жейтін прәндігіңді жеп, өзіңе ыстық шай беріп, өзіңді жақсы көріп, өзіңе жақындап, содан кейін күйеуіңмен жақсы, бала-шағаңмен, айналаңдағы құрбыларыңмен жақсы, содан кейін біреуден алған қарыздарың болса қайтарасың. Ақырын 10 мың теңгеден, 5 мың теңгеден, банктен алған қарызың болса, құрбыларыңнан алған қарызың болса, ақырын 5 мың теңге, 2 мың теңгеден ақырын қайтар. Бәрін қайтарып жібер. Ешқандай адам баласына барынша жақсы сөзің болса, жақсылық жаса, жақсысың болса, жақсылық жаса, бірақ адам баласына қиянат жасама. Бір адамды кредитке тығып, оның артынан еш уақытта дүние алма.
бұл өмірде бір адамдар болады, біреуді қыспаққа алып кеңірдегінен қысып отырып кредит алғызып соның қызығын көрем деп ойлайды. Жоқ, ондай әйелдер өмірде қызық көре алмайды. Ондай адамдар өмірде мүлдем қызық көре алмайды. Бір күні болмаса бір күні бір жерінен қысып отырып жұлып шығарады. Міне көрдіңіздер ме? Сол үшін өмірде өзімізді еркін ұстайық. Еркін, жеңіл, тамақ ішсек те күліп отырып тамақ ішейік. Құшақтасып жатқан кезде де құшақтасып, одан кейін баламыздың өміріне қатты килігіп алмайық. Мен баламның өміріне килігіп алмаймын. Балам менімен бірге жүр, мен күлген кезде сен де менімен бірге күл, мен ұйықтаған кезде сен де ұйықта деп. Жоқ, ұйқысы келсе ұйықтасын, ұйқысы келмесе жата берсін. Өміріне, мысалы жолдасымның да, байымның да өміріне килігіп алмаймын мен. Ерте кел, ерте жат, қайда барасың, қайдан келдің деп. Жоқ, ондай жасамаймын, қыздар, ондай жасамаймын. Сол мен өзім еркін жүруді, сол кезде бәріміздің өміріміз керемет болады. Сіз таза психологсыз ғой дейді. Мен оқымаған, өмірден жинаған психологпын. Өмірден тәжірибе жинаған психологпын. Өйткені неге десеңіздер, мен 16 жасымнан бастап, өз кішкене кезімнен бастап мен көп мына оң жақ құлағым естімей қалады. Мен 5 жасымда оң жақ құлағым қабынып естімей қалады. Сол кезде мен сол жақ құлағым ғана естиді. Сол кезде мен құлағым естімеген кезде мына көзімнің жанарыммен мен адамдарды көбірек аңдитынмын, бақылайтынмын. Содан Алла тағалам өзімнің бойыма сондай қасиетті беріп, мен адамдардың жүрісіне, тұрысына, менің айналама келіп жатқан адамдардың не үшін менің айналамда жүргенін бәрін мен сезе аламын. Иә, айтқан сөздеріңіздің бәрі шындық дейді. Рахмет. Массаж жайлы айтасыз ба дейді. Иә, массаж оңай нәрсе. Адамның жаны мен тәні біріккен кезде, жан мен тән тазарған кезде, ол массаж деген оңай нәрсе. Түсінген жоқпын сөзіңізді. Менде тек сағынышпын, тез ренжимін дейді. Сағынышпын дейсіз ба? Сағынамын дейсіз ба? Сағынамын дейсіз ба? Түсінбей қалдым ба? Қайтадан әдемілеп жазып жіберейікші. Ақтауда шәкіртіңіз бар ма дейді. Қыздар, Ақтауда қыздар тезірек жазамыз. Дұрыс айтасыз ұстаз дейді. Кек сақтағышпын. Кек сақтағышпын деп. Ойбай. Кек сақтағыш деген бар ғой, ішегіңді бар ғой, чіртіп жібереді. Құдай өзі одан сақтасын кек сақтағаннан. Құдайым-ау, жаным-ау, ішегің кіріп чіріп кетеді кек сақтап жүретін болсаң. Ішкі организмдерің бар ғой, езіліп кетеді. Әсіресе бауырың езіліп кетеді, бауырың. Құдайым-ау, не қыласың оны кек сақтап? Не істейсің? Бірақ маған айтуға оңай, сізге қиын ғой. Сол үшін сіздер маған жеке мен сеансқа келесіздер ма, қыздар? Мен жеке сеанс қабылдап, сіздерді сол тығырықтан шығарып жіберудің менде жолдары бар. Сеанс жасап сіздер сол тығырықтан шығарып, бірақ оны онлайннан емес, офлайннан жасаған нәтиже тиім өте жақсы болады. Қайырлы кеш, мұнда бір алғыс сізге көп, керемет сізден. Маған рахмет. Алғысты бірінші Алла тағалаға айтамыз. Алла тағалам осындай бір керемет пенде жаратып бізге көрсеткеніңіз үшін сізге айтар алғысымыз шексіз деп алғысты Аллаға айтып, содан кейін рахметті маған айтсаңыздар болады. Қарағанда шәкіртіңіз бар ма дейді. Мен жоғары жақта барлығын айтып кеттім шәкірттеріме. Қыздар, әр қаладан оқып шыққан қыздар, телефон нөмірлеріңізді тікелей эфирдің астына сақтап қойыңыздаршы, мінекей біздің оқырмандарымыз сұрап жатыр деп айтып қойдым. Осыны естіп отырған қыздарым болса, астыға нөмірлерді жазады. Сеанс қанша теңге дейді. Сеанс сіздің неңізге байланысты ғой, сіздің мәселеңізге байланысты. Мысалы, кейбір әйелдер болады, сеансқа түскен жатқан кезде, мен ана жолы бір тәтеге сеанс жасаған. Ол тәте өте жеңіл тәте екен. Түрте қалған едім, ары қарай жарылды да, қап-қара жерден секіріп, әппақ жібек кілемнің үстіне топ ете қалды. Оңай, маған да жеңіл, ол кісіге де жеңіл. Сол кісі сондай тазарып алып, қазір 60 жастағы кісі ғой, ол кісі. Өзінше, өзінің бойында өзінің бір қасиеті, бір сүйкімді сөздеріменен бір тоқымашылық өнері бар екен. Сол өзінің өнерін жасап, арасында массажын жасап, сондай керемет болып кетті. Содан кейін
және де бір қыз келіншекке сеанс жасаған едім, ол кісі өте ауыр екен. Содан кейін ол несі өте тат басып қалған екен. Оған сеансты әрең жасадым. Өзімде терлеп әрең жасадық, бірақ ол да нәтижелі болды. Сол үшін ол сеансты мен кейде алам, кейде алмаймын. Сеансқа алудың маған аса бір маңызы жоқ. Неге десең, мен өзім тазарып алған адаммын. Маған біреудің өміріменен алысып, оны шаршағым келмейді. Біраз не қыласың, анадай ауыр әйелдер болса, біраз болдырып қаласың. Сеансқа кірмей тұрып алады, сенбей, дәлелдеп бер маған көрсетіп берсең соны, маған ұстап бер соны деп тұрып алатын бір әйелдер болады. Ондай әйелдер маған $1000 берсе де алғым келмейді. Маған өзі бір жеңіл келетін бір әйелдер болады, мен сондай әйелдерді алам. Одан кейін сеанс жасап, соншалықты бір арып, шаршап, тозып кететіндей күйде емеспін. Өмірді реттеп алдық, күшті, бәрі жақсы. Бала жанымда, күйеуім бар, жұмысым бар, тәтті қызметкерлерім бар. Болды, солардың тауып берген ақшасы өзіме Алла тағала беріп жатыр, сол жетеді. Бізде мен айтқан бағаны көп адам ауырсынады, одан кейін оған түсіндіруге тура келеді. Былайша айтқанда, өзімнің ішімдегі күшімменен, өзімнің ішімдегі энергиямды түкке тұрмайтын ақшаға бергім келмейді. Онсыздан маған Алла тағалам басқа жақтардан да табыс көздер береді. Беріп те жатыр, Құдайға шүкір. Алланың беріп жатқан нығметі көп. Сол үшін ол сеансты алмаймын. Енді өзі қатты жабысып алса, енді қарап көріп барып алам, былайда алмаймын. Бірақ массажды үйретемін. Енді массажды да енді жолдасым айтып жатыр, жан демалшы деп. Осы жасқа дейін жұмыс жасадың, демал, мен сені асырайым, бағам, отыр үйде, мен келген кезде менің жанымда жүрсең деп тұр. Сол себептен ол кісінің де талабын қалдырғым келмейді. Махаббатына бөленіп, ыстық құшағында, аяулы алақанында 365 күн бірге жүргім келеді. Сол үшін массаждың да өзіндік оқытылатын жері болады, оқытылмайтын жері болады. Сол үшін тездетіп оқып алыңыздар дегенім содан. Шампунды 8-747-495-74-89 нөміріне, WhatsAppқа, сол нөмірде кәсіби кодым бар, соған аударып, сол нөмірімде WhatsApp бар, соған қатты қалдырып, шекті қалдырып, адресіңізді, телефон нөміріңізді, мекен жайыңызды, басқа қалада болсаңыз, поштаның ендігі нөмірін қалай жазып қойсаңыз, менің қыздарым дүйсенбі күні поштадан салады. Қалмады деймін шампун. Тездетіп алып алыңыздар. Содан кейін ол шампунды мен қолдандым, нәтижесі болған жоқ деген қыздар. Бірінші ойларыңызды тазартыңыздар. Қандай нәрсені алған кезде, қандай затты алған кезде жаман ой ойлап алмаңыздар. Құдайма, мына шампунды 12.400 теңгеге алдым. Нәтиже бола ма екен, болмай ма екен? Мына қатын өтірік айтып тұр ма, шын айтып тұр ма? Құдайма, мына 12.400 теңге қымбат қой. Жақсы болса болар еді, қалай болар екен деген бір өздеріңіздің іш жақтарыңыздан бір күдік күмән болатын болса, онда ол шампун сізге көмектеспейді. Содан кейін шампунды алған кезде ренжіп, ауырсынып, берген ақшаларыңызды қолдарыңыздан әрең шығарсаңыздар, онда шампун сіздерге көмектеспейді. Алған кезде мен бір әйелдер болады, бір келіншектер болады осы. Қарасаң бір түрлі елік сияқты, еліктің лағы сияқты. Мөнира ханым, сіздің ана шампуныңызды алайын деп тұрмын. Қанша еді бағасы? Деп мен 12.400 деп айтып болмай, ол кәсібиге аударып болады. Содан кейін ол шампунын біз поштаға салмай, сенбі күні, мысалы, жұма күні кешке жақын аса, біз жұма күні таңертең аса, қыздардың қол босамай салмай қалады. Дүйсенбі күні саламыз, сейсенбі күні саламыз. Соған дейін ол ұмытып кетеді ғой. Ұмытып кетіп, біз бір апта өткеннен кейін звондаймыз. Ой, Гүлнұр, шампуныңызды салған жатырмыз десек, мен шампуным енді келе ма, күшті ғой, күшті, керемет, деп деген бүйтіп тұрады. Осындай келіншектерді көрсең бір ғой, бізді кәйіп қой, мен сондай келіншекті қайын жақсы көремін, мен негізі сондай келіншектерді. Содан алады да 3-4 күн өткеннен кейін, Мөнира ханым, күшті екен, иісі қандай күшті, иісі деген керемет екен, керемет, Мөнира ханым, және де біреу алайын деп тұрмын деп, және де бір ақшасын аудара салады. Сондай келіншектер бар ғой, өзі бір шакрасы ашылып тұрған, бір ойнақтап қалған еліктің лағы. Ондай қатындарға бар ғой, шампун деген бірден әсер береді. Өйткені неге? Оның бүкіл жан дүниесіменен, сұлулықты, жан дүниесіменен жақсылықты қабылдап тұр ғой.
содан ол кісілерге тез әсер береді. Содан ана берген ақшасын бар ғой, мә рахмет, күшті, бұл түк те қымбат емес екен дейді ғой. Ана 12.400 теңге, жоқ ғой, түк те қымбат емес, түк те қымбат емес, мен бұдан да қымбат шампундармен жуғамын дейді. Ой алла да қаласың, сондай келіншектерді көргенде бар ғой. Енді бір келіншектер тұрады, ойбай, құдай-ай, құдайым-ау деймін ғой, мен сондай келіншектерді, құдайым-ау, сол келіншекке сабыр бере көрші деймін ғой, сабыр берші деймін. Немене қатын, сен кеше ғана алып едің ғой, кеше ғана ақшасын аударып едім ғой, әлі салмағасың ба? Құдайым-ай, мен алдап кетті екен нақасам деп. Бүгін бір келіншек маған оқуға жазылыпты, оқуға келе жатыр ғой, өзі де тыңдап отырған шығар, мен сол келіншекке айтайыншы. 30.000 теңгені аударып оқуға тіркелді. Тіркеліп маған чегін жіберді. Содан кейін мен окей деп оны барып жұлдызға жібере салдым. Жұлдыз тіркей салшы деп. Өсем жұлдыздар клиент қабылдаған, көрмеген, тіркелмей қалған. Ал мен болсам өзім Қырғыз елінде қыдырып, ана нелерді көріп жүрмін, телефонға қарайтынға уақыт жоқ. Сол кезде бар ғой, астына мына қатты жазып үлгіріпті. Немене ақшамды аударып едім, алданып қалдым-ау деймін, алданып қалдым-ау деймін деп хат жазып қойыпты. Ойбай дедім ғой. Мен оған бар ғой, 1 сентябрь күні ЖК Асыларман 8-ші том қажет мет массаж орталығына келесіз, оқуға 10 күн оқисыз деп алдында айтқам. Қазір маған 30.000 теңгені аударыңыз, содан кейін айды төңкеріліп қалды. Аты жөніңізді жазып жіберіңіз, содан кейін біз сізді тіркейміз деген. Алдында ақша аудармай тұрғанда сөйтіп айттым. Жарайды деп ақшаны аударып, чекті жібергеннен кейін атын көрдім, содан кейін окей дей салдым да, мен ана қырғыз ағайындардың кілемдерін көріп, мәз болып сол жаққа, назарымның бәрі сол жаққа кетіп қалды. Соң кешке жақын қонақ үйге келгенде біліп қарасам, сондай хат жазып қойыпты. Соң Жұлдызға айттым, Жұлдыз, мына ханымды тіркеші тезірек дедім. Мен алданып қалдым-ау деймін деп хат жазып қойыпты. Не деген ауыр дедім. Құдайым-ау, Құдайым, Алла тағалам сабыр бере көр дедім. Бүгіннен бастап дұғадамын ғой, Алла тағалам маған келе жатқан оқушыларымның зейінін аша көрші. Керемет жеңіл әйелдер келсінші маған. Шынын айтсам, маған массаж үйренуге ауыр әйелдер келеді екен. Көбінде ауыр әйелдер келіп, осы психологияны көп сөйлеп, бір жағынан да өзімнің де энергиям әлсіреп қалған жайым бар, шын айтайын. Сол үшін оқуға келе жатқан қыздарға да айтатын, үйде отырсаң да, оқуға бара жатсаң да, Құдай үшін бір психологтарды тауып алып, сеансқа түсіріп, емделіп алайықшы қыздар. Емделіп болмасаңдар да семьяда береке болмайды. Қалқанша безге не істеуге болады дейді. Қалқанша безге де сол жағында өкпелеме, ренжіме, қайғырма, өзіңді іздеп тап, өзіңмен жақында, өсекті азырақ айт, өсек айтпа, содан кейін өсек тыңдама. Шампун, бальзам екеуі 12.400 теңге тұрады қыздар. Екеуін бөліп сатпайды, екеуін бірге алып жүресіздер. Егер де шашыңыз майлы болатын болса, 2 күнде бір рет істетіп тұр. Құрғақ шаштарға ылғи да істетеміз. Мунира ханым қалайсыз дейді, жақсымын. Так, мен 1 сағат болды деймін, тікелей эфирім сақталмай қалмасын. Сол үшін біз не істейміз? Әдемісіз дейді, рахмет. Мені көріп отырған қып-қызыл көйлек болып, бүлдіргендей, чиедей болып отырған сізде сұлусыз. Сұлу әйелді көреді. Әдемі адамды көреді. Әдемі көз, әдемі нәрселерді көреді. Құлақтың бір 15 минут отырайын, 15 минуттан кейін тікелей эфирден шығып, бет аузымды жуып, бетіме массажымды жасап, маскамды тағып, шашымды жуып, шашыме біраз бальзамдарымды жағып, баламды құшақтап, иіскеп, сүйіп, ұйықтайын. Менде оқуым келді сізден дейді. Қыздар, тез оқып алыңыздар. Сіздің оқуыңызға не кедергі болып жүр? Ешқандай кедергі жоқ қой. Келіп тез оқып алыңыздар. 10-ақ күн ғой, көп күн емес қой. Қайта бір 7 күн оқысаңыз да болады. 7 күн оқып, қалған 3 күн жүре берсеңіз де болады қыздар. 7 күн оқысаңыздар да түсінікті болады. Тіпті 7 күн емес, оқу басталғанның 1-ші күні келіп, 5 күн оқып қалғанын оқымай ақ қойсаңыздар да, қалған видеодан көре берсеңіздер де түсіне аласыздар. Сол үшін 5 күн болса да келіп оқи берсеңіздер болады қыздар. Қанша уақыт оқуым керек дейді. Негізі 10 күн оқимыз ғой. Егер уақытыңыз тығыз болып, уақытыңыз болмайтын жағдай болса, оқу басталғанның 1-ші күнінен 5-ші күніне дейін толығымен қатысыңыз да, қалған күнінде жүре берсеңіз бола береді.
егер де тіпті өткір алғыр болатын болсаңыз, жоқ мен бармаймын оқуға, мен өткірмін, мен алғырмын, мен көрсем болды істеп алам деп, сондай бір әйелдер бар өзі, алғыр, өткір, ашылып кеткен, сондай бір анандай санасы көкірегі ашық, сондай бір мықты бір әйелдер бар, қатындар бар. Ондай қатындарға тіпті келіп оқудың да керегі жоқ. Ондай қатындар менен массаждың оқу ақысын тапсырып, менің видеоларымды сатып алып, соған қарап үйреніп алса да болады. Ондай әйелдерді де көріп жүрмін мен. Жоқ, 10 күндік оқу ақы 130 мың теңге. Алдын ала 30 мың теңгесін аударып, бұрон жасайсыз. Бізде бұрон жасамаса, кейбір әйелдер, мысалы сіз бұрон жасамай оқуға барам деп маған айттыңыз, тіркеліп қойдыңыз. Енді оқуға барайын деп жасаңыз, сіздің ойыңыз сізге не дейді? Барма, не қыласың, не істейсің, оқып болғаннан кейін жұмыс таба алмайсың деп. Сіздің ойыңыз сіздің жаңаруыңызға қарсы. Сіздің ойыңыз сіздің жаңа бір білімдерді, жаңа бір өмірді сүргеніңізді қаламайды. Сіздің ойыңызшы, сіздің ойыңыз сол ескі өмірде отыра бергеніңізді қалайды. Соның үшін бұрын жаса қойсам жақсы екен. Қайта бір 30 мың теңгеге болса да өзін көтеріп сүйреп отырып алып кеп оқып алады екен. Мен соны білдім. Бұрын жасамай мен алдыңғы жол бір 10 қызды жарайды келе бер деп бұрын жасатпай 10 қызды оқуға тіркеп едік. Сол қыздардың бәрі келген жоқ та, ал бұрын жасаған қыздар бәрі келді. Мен содан біліп алдым. Көрдіңіздер ме? Соның үшін ол оқу сомаңыздың 30 мың теңгесі алдын ала бұрын жасағандарыңыз, ол да есептеледі. Келген кезде қалған 100 мың теңгесін кәсіби ретпен оқысаңыздар да болады. Кәсіби ретпен де жөндеп береміз 3 айға бөліп төлеуге. Және де қандай сұрақтарыңыз бар? Бір керемет бір сұрақты қойыңыздар. 5 минут уақытым бар. Ерніңізді жақында жасаттыңыз ба дейді. Иә, жақында жасаттым ернімді. Өзімнің 11-ші өрлеуде оқыған дәрігер шәкіртім бар еді. Сол шәкіртім әдемілеп жасап берді. Енді айта бермейін. Осы дәрігер шәкіртімді айта берем деп, менің жолдасымды қызғандырып алғаным бар. Жаным, сол естіп отырсаңыз кешірім сұраймын. Ер адам ғой, қызғанады ғой. Мен жолдасым менен кейінгі кезде қатты қызғанып жүр. Содан мен сұрап жатырмын да. Менен неге қызғанасыз жаным десем. Мен ер адаммын ғой. Менде өмір әйелден қызғанып көрмеппін. Менде де қызғаныш сезімі бірінші рет пайда болып жатыр деп. Мен әзір сізден қатты қызғанатын болыппын дейді. Ол да қалыпты құбылыс қызғанған деген. Оны күрделестірудің керегі жоқ. Ер адамның әйел адамнан қызғанғаны жақсы. Өзіңді бақытты сезінесің. Мен еркегім менен қызғанады екен, қандай бақыттымын мен. Мен қызғаным жаса, мен оның өміріне керек әйелмін. Қызғаным жаса, онда мен сұлу әйелмін. Сол үшін ол еркегім менен қызғанып жатыр деп өзіңді бақытты сезініп кетеді екенсің. Одан ары өзіңді жақсы көріп, одан ары күйеуіңе қылықты болып көрінгің келіп, одан ары еркегіңе нәзік болғың келіп, одан ары еркелегің келіп, бұлтиғың келіп, сондай бір керемет бір нәрселер пайда болады екен. Әдемі болып тұрған соң сұрап жатырмын дейді. Иә, сіз де жасатып алыңыз. Жас келген әйелдердің, 50-ден кейінгі әйелдердің еріндеріміздің бәрі үсіген картоп құсап қалады. Шамалы кішкене ғана бір витамин құйып қойып, осылай томпитіп алғанымыз дұрыс екен. Бұл зиян емес. Әдемі болып тұрсыз дейді. Сізді бір құрбым айтқан еді, Мақпал дейді. Сізді бір құрбым айтқан еді, мақтап дейді. Рахмет құрбыңызға менен сәлем айтыңыз. Жолы болсын, шаңырағы биік болсын, босағасы берік болсын, ұрпағының қызығын көрсін, ұрпағы дәулетті болсын, ибалы болсын. Біздің қартайған кездегі көретін қызығымыз ұрпағымыздың инабатты, тәрбиелі болғанын көргеніміз ғой, біздің бақытымыз. Мынандай ғой қыздар, мынандай мен сіздерге жаңа бірдеңке айтып, осыны айтқаннан кейін тікелей эфирімді тамамдайын. Мысалы, көп ата-аналар бар ғой, жас кезінде не жасайды? Жамандық жасайды. Көп ата-аналар. Мысалы, ер адамдар болса, ер адамдар біреуден қарыз ақша алады, қарызын қайтармайды. Біреуден былайша айтқанда біреудің бір етін алады, қарызға ет алады, или оның ақшасын қайтармайды. Адамды зарлатып, ол ақшасын бермей қояды, содан ол адамда шаршап қояды. Одан кейін біреуден қарыз ақша алып, оны қайтармайды. Сөйтіп неше түрлі нәрсе жасайды. Содан кейбір ер адамдар болады, мысалы, жас кезінде көп қыздарды алдайды, алам деп, одан алмай кетеді. Сөйтіп сондай бір қылықтар жасайды.
сондай қылықтар жасайды. Сол ер адамдар кейін үйленеді, өзінде де қыз болады, өзінде де бала болады. Сол әкесінің жасаған қиянаты сол әкесінен емес, өзінің тура жақсы көрген баласынан қайтады. Өмірде нақты болған нәрселер бұл. Ол ойлайды, ол адамның етін жеп қойдым, ол мені білмейді, болды, ұмытып кетті деп ойлайды. Ол ойлайды, мысалы, Салтанат деген еркек адам менен 500 мың теңге алып, мені таргетип жарнама жасап берем деп 500 мың теңгемді алып қашып кетті. Бермей қойды ақшамды. Ол ойлап жүр, мен Мөнираны жеңдім, 500 мың теңгесін алып қашып кеттім дейді. Оның 3 қызы бар. Күндердің күнінде сол Салтанаттың қыздар бой жетеді ғой, 16-18-ге келгенде, сол Салтанаттың ең жақсы көретін қызын мені өзі сол алдап кеткен сияқты, оның қызын да біреу ақшасын бір күн алып алдап кетеді. Бұл қайталанатын нәрсе. Күндердің күнінде қайталанады. Қайталанбайды дегенге мен сенбеймін. Қайталанады. Сол үшін одан кейін мысалы өлген кезде, адамның жаназасы шығарылып жатқан кезде де, мына адамның бұл өмірде қарызы бар ма деп сұрайды. Сол кезде сенің мысалы оның Салтанаттың қатыны білмейді ғой, менен қарыз алған, менің жұмыс жасап берем деп мені алдап кеткен. Сол мысалы Салтанат өлген кезде, сөйтіп жаназасын шығарып жатқан кезде қатыны білмей қалса, туыстар білмей қалса, ол дүниеге кетеді ғой. Қарызды арқалап. Бұл дүниеде де қызығын көрмейді, бұл дүниеде баласы көрмейді қызықты. Ол дүниеде өзі көрмейді қызығын. Мен ол ақшадан өліп те қалмаймын, кедей болып та қалмаймын. Просто мен қиналып жүрген кезде өзім неше рет сұрап едім, берген жоқ. Сонымен, болды қойшы, саған берген садағам, бірақ мен сені кешірмеймін дей салдым. Өйткені ол ақша менің өзіме де керек. Жан сағынып кеттім дейді. Жаным-ау, мен де сағынып жатырмын, жаным-ау. Исіңізді сағынып кеттім, мойныңыздағы исіңізді. Одан кейін дәу алақаныңызды сағынып кеттім. Қолыңызды, алақаныңызды қиын жақсы көремін ғой мен. Мен байымның алақаны дәу ғой. Дәу алақаны бүйтіп алып, бетім бүйтіп ұстатам. Кәп, рахат. Қолын қиын жақсы көрем. Жолдасымның қолы қиын жақсы. Енемнің қолын ұқсайды. Енем екеуінің қолы ұқсас. Дұрыс айтасыз дейді. Дұрыс, шын айтам. Өзінше мен оның етін жеп қойдым, ол ұмытылып кетті. Мен ана қызды тастап кеттім, ол білмейді дейді ме? Тура күндердің күнінде қайтеді. Тура сол жігіттің де қызын бір кездері бір жігіт әкесі тастап кеткен сияқты, оның да қызын бір күні біреу тастап кетеді. Күндердің күнінде 15 жыл өтсін, 20 жылдан кейін көресіздер. Сондай болады. Сол үшін бұл өмірде ешкімнің ала жібін аттауға болмайды. Қарызың бар ма, жаның барда қайтарасың. 10 мың теңгеден, 5 мың теңгеден қайтара алмасаң да, ой, Мөнира ханым, тұра тұршы, мен қазір жағдайым келмей жатыр, күндердің күнінде қайтарып берем деп айт. Еле болмаса 10 мың теңгеден. Салтанаттың қазірге дейінгі қарыз алған ақшасы 2018 жылы менің Instagram парақшамды жүргізем деп алған. 2018-ден қазірге дейін 500 теңгені ойлашы. 500 мың теңгені. Әр айтам, 10 мың теңгеден төлегенде осы күнге дейін төлеп болар еді. Дүние алма кезек дейді. Дұрыс айтасыз, дүние алма кезек. Әсіресе мына ер адамдардың жасаған қиянаты тура қыз балаларының алдынан шығады, қыздарының алдынан шығады. Енді әйел адамдар көбінде ер адамдарға алданып қалып жатады ғой. Менде сеансқа түсіп жатқан, менен телефондарға жазып жатқан қыздардың көп, маған кішкене қыздар да жазады. Мөнира ханым, мені бір жігіт 5 жыл жүріп алмай кетті, мен өліп алам деп жылап жатқан қыздарды көріп айтамын да, жаным-ау деп жаным ашып кетеді сол қыздарды көріп. Неге оның менен 5 жыл жүрсің дедім. Алатын жігіт бір айдың ішінде белгілі болады емес пе десем. Анауымды жөндеп алайын, мынауымды жөндеп алайын, ағам үйленіп алсын, анауым бүйтіп алсын деп алдады ғой деп жылаған қыздар көп. Тура сол қыздарды алдап кеттің ба? Сенің де қызыңды біреу бір күн алдайды. Мен ол қызға айтам, уайымдама дедім. Ол жылаған қыздарға айтам ғой, жұбатып, жаным, жасың нешеде десем, 25-те дейді, 26-да дейді, біреу 32-де дейді. Қыздар жыламаңдар, бір Аллаға тапсырыңдар дейді. Күндердің күнінде көреді ол да көкесінде. Сөйтіп жұбатып өзімнің сеанстарымды жасап берем. Оқу қазір қанша дейді? 130 мың теңге. Алла алдынан келтіреді дейді. Келтіреді ғой, бәрібір келтіреді ғой. Алған бұл дүниеде күнәларым болса, бұл дүниеде алған қарыздар болса, бәрін қайтарып өз орнына қойып үлгермесек кеш қаламыз ғой. Әйтеу өзімнің ешкімде қарызым жоқ әйтеу. Жақсы, ондай болса қыздар, 1 сағат отырған екен тікелей эфирде. Тікелей эфиріміз қалай болды қыздар? Өздеріңіздің алған әсерлеріңіз болса, маған айтар пікірлеріңіз болса, төменге жазып қойыңыздар. Мен оқымаймын емес, оқимын. Мен хат жазбаймын, просто оқып өте шығам.
Алла тағалам түн тыныштығын сыйласын. Жақсы жатып, жайлы жатып жақсы тұрыңдар дейміз ба? Жақсы жатып жайлы тұрыңыздар дейміз ба? Екеуі де ұқсас қой. Жауап ала алмай қалдық дейді. Неге жауап ала алмай қалдыңыз? Тез жазып жіберіңіз, қане көріп жүрейін. Не нәрсеге жауап ала алмай қалдыңыз? Тікелей эфирді өшіргеннен кейін жазып қойсаңыз да болады, сол жерге қарап. Келесі тікелей эфирге шыққан кезде ерніңіз әдемі екен дейді. Ерніңіз әдемі екен дейді. Жан, жақсы жатып жайлы тұрыңыз. Мен жатқан құшағыңызды иіскеп қойып, жастықты құшақтап, бүгін бір түн жата тұрыңыз. Ертең Алла амандығын саса, ертең кешке екен ғой, сағат 8-де екен жарыс. Алла қаласа жетемін. Өзімізге, көзімізге қалай массаж жасаймыз дейді. Көздерімізге қалай массаж жасаймыз? Жарайды қыздар, көзге жасалатын жаттығу бар, көзге жасалатын массаждар бар. Оны үйіме барған кезде бір ыңғайланып отырып, бір әдемі болған кезде көрсетіп берейін. Бірақ тілектеріңізді жерде қалдырмаймын. Міндетті түрде Алла тағалам қалаған күні шығып, соны айтып, сіздерге көрсетіп беремін, жарай ма? Қазір мен әзір жерде отырмын, оның үстіне көзімнің алдында көзге жағатын кремі мынау жақта тұр. Оны алып келгенге дейін, оның мынау вайпоным төңкеріліп өшіріліп қалып, қайтадан қосылып, төңкеріліп өшіріліп қалып, солай болып тұр. Жаным, сөйлесек дейді. Жақсы жаным, мен қазір тікелей эфирді өшіремін, содан кейін маған звондаңыз, Тамақ іштіңіз ба өзі? Мен жоқ, ашып отырған жоқсыз ба өзі? Жақсы, сау болыңыздар, аман сау болыңыздар. Кездескенше күн жақсы болсын. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға бақыт, босағаларыңыздың берік, шарақтарыңыздың биік, жолдарыңыздың ашық, балаларыңыздың дәулетті, кәсіптеріңіздің ілгері, дендеріңізге саулық, амандық, өмірлеріңізге өзгеріс, кәсіптеріңізге табыс, береке, молшылық келсін. Алла тағалам барлығымызға сабыр берсін, сана берсін, дана берсін. Аумин. Айтқандарыңыз келсін. Аллам түннің тынышын берсін, күндіздің жарығын сыйласын. Алла тағалам бәрімізге серік болсын. Ой, қалай өшірем?